Дякую дүнияға Украинаның ән гүзел көшелерін ачқан фильмнің серлевасыдыр. Баш қараманы япон хирошы сценарий бойынша шерлерінің бірінде жойыла. Елуны тапмаға тырышып, хирошы мемлекет бойынша ұнытылмас сияхатқа чықа ве Украин мәдениеті еле танышылмаға башлай. Фильмнің илік көстерілмесіне мұхберіміз Алена Клюско барып келді. Японияның 70 yaşında профессоры Хироши Оно Украинада юлыны шышыра. Дякую сөзіні біліп, Закарпатия билеті дякую көйіне келіп чыха. Сонра есе Украинаның мираклы көшелері бойынша сияхат еті. Мажаралар она мемлекеттің тарихы ве адатлерінен танышылмаға фырсат бере. Прекрасный. Він абсолютно... Менімce pek acayip bir qaraman oldu. Hareketleri bazıda evvelden bilinmeyecek, görünmeyecek gibi sadedil görünüyor. 70 yaşında olğan baş qaramanımızın trenini kaçırıp, barıp kahve içebilmesi, sonra ise Ukrayna boyunca seyahat etmesi pek güzel bir şey. Дякую фильмның режиссері Дзендейки. Фильмде Украин табиятның гүзелігіні ве украинлердің ачық юрекле олғаныны көстермеге тырыштылар. Искренность, душевность и вот это добродушие. Memleketimizge ait samimiyet, yürek sıcaklığı, merhametini göstermek. Bizde olğan menfi çizgilerge kulak asmamak lazım. İnsanların zaldan çıkıp kuvanganlarını görmek ya da filmni seyretkenlerinden sonra gözlerinde yaş görmege pek memnunum. Samimiyet budur. Ви чекаєте у наступному випуску? Таке називає здивування. Живий, динамічний. Жанлы ифадали фильм. Украина гает гузель шикалда көстереле. Маршрут попадания Западной Украины. Гарби Украинадан Одессаға таба yol пек мерахлы көстерелді. Побольше бы таких, которые... Украинаны танытқан бұл хиби фильмлерінің сайысы да чоқыл сайды баре. Пек күчлі сілті молды. Яни бір түрлі жойылсан. Чаресіз бір вақаларға рәскелсен біле. Сана ярдым етмеге азыр олған инсанларны тапасын. Фильм ғайысы Украина хабер саясетін әзірлігіне айет. Фильм бюджеті 1,5 миллион гривна яда $55,000 тәшкіл етті. Фильм чыгарылуына Украина дәвлеті пара берді. Показати Україну з іншого боку. Украинаны башқа бір жетін көстермек. Европада ерлешкен бір дәвлет оларақ дәгілді. Мажыра тапмақ, гүзел ratlamaq gibi imkanlarını açқан, хавсыз ве мерақлы бір ер оларақ көстермек. 2018 senesi Mart ayında Дякую фильмі бұйық экранларда көстерілежектір.